Ұлттың болашағына тікелей қатысы бар мәселелерге барлығы бір кісідей жұмылуы керек. Президент пәрмені. Әсіресе қоғамға қауіпті кеселдермен күресте ешкім шет қалмауы тиіс. Азаматтық қоғамды дамыту, бірлікті нығайту, ұлттық идеология, білім, мәдениет, руханият салаларын дамыта түсу қажет. Құрылтай қарауына түскен сауалдардың дені осы елдік мұрат, ұлттық мүддеге қатысты. Халық қоғамда әділдік орнағанын қалайды. Ал құрылтай халықтың пікірін тыңдайтын, билікке жеткізетін алаңға айналуы тиіс. Бұл мүддеден қаншалықты шалып отыр. Бүгін біз студиямызға парламент мәжілісінің депутаты, ұлттық құрылтай мүшесі Жұлдыз Сүлейменованы шақырдық. Жұлдыз Досбергенқызы, қош келдіңіз. Енді ұлттық құрылтайдың қоғамдағы рөліне тоқталсаңыз, бұл институттың маңыздылығы, ерекшелігі қандай? Көп рахмет, Тания ханым. Жалпы өздеріңізге белгілі, осыдан 3 жыл бұрын 2022 жылы 16 наурызда мемлекет басшысының тарихи жолдауы жарияланды. Сол тарихи жолдаудан кейін елімізде барлық билік өкілдіктері жаңарды. Елімізде конституциялық реформа жүзеге асырылды және ең бастысы ұлттық құрылтай құру туралы мемлекет басшысының үлкен бастамасы болды. Бұл не үшін? Тарихтан белгілі, бізде ұлттық құрылтайды қай уақытта жинады? Ел мен елді елдестіру үшін, сонымен қатар күрделі тарихи жағдайлар орын алған кезде ұлттық құрылтай шақырып, күрделі кезеңдерге жолдан шығатын, тығырықтан шығатын жол іздеудің бір біздің дала демократиясының негізгі механизмі болды. Сондықтан да бүгінгі таңда халық пен биліктің арасындағы диалог құру деген негізгі мақсаты бар. Және президент жанындағы консультативті орган болып саналады. Енді бұл жердегі бір ерекшелігін атайын, мен өзім ұлттық құрылтайдың мүшесімін. Аға буын өкілдері, осы еліміздің дамуына еңбегі сіңген қаншама мемлекет қоғам қайраткерлері, жазушыларымыз бар. Сонымен қатар жастар және орта буын өкілдері, барлық еңбек санатындағы азаматтардың барлығы қамтылған ұлттық құрылтай осы жылына бір рет жиналғанымен, оған дейін біз 90-на бір рет жиналамыз. Жұмыс тәртібінде үлкен жиындар өтеді және сол жиындарда біз халықтың арасындағы ең өзекті деген сұрақтарды талқылаймыз. Бүгінгі таңда ұлттық құрылтайдың жалпы ұлттық сипатқа толыққанды сол деңгейге жеткендігін мен сеніммен айта аламын. Өйткені осы уақытқа дейін 9 заң қабылданды. Ол заңдардың барлығы мемлекетіміздің әлеуметтік идеологиялық салаларына жауап іздейтін және соған жауап беретін нақты заңнамалық орындау тетіктері қарастырылған еліміз үшін қажет заңдар. Ол қай заңдар? Біріншісі вейпті шектеу туралы заңдарымыз. Бұл идеологиялық тұрғыдан әлеуметтік салада жас балаларымыздың арасында осындай зиянды әрекеттерді тыюға арналған мәселе болатын. Бұл мәселені қабылдауда әрине өте күрделі болды, өте қиын болды. Бірақ дегенмен статистикаға қарайтын болсақ, эксперттеріміздің зерттеулеріне қарайтын болсақ, тіпті мектептегі 2-ші сынып оқушыларының өзі осы вейпті шегіп көргендігі біздің баршамызды алаңдатты. Бұл біздің болашақ ұрпағымыздың жалпы денсаулығы. Сонымен қатар олардың кәдімгідей психоэмоционалды жағдайында көрсетеді. Сондықтан біз бұны шектеуге шын мәнінде күн тәртібіндегі өзекті мәселе болды. Бұл бірінші. Екінші, біз есірткіге қарсы заң қабылданды. Ол жерде де көп қоғамдағы талқыланған өткір мәселелер заңнамалық тұрғыдан қарастырылды. Осы жерде закладчиктер деп айтатын азаматтарға бұған дейін өте ауыр бап тағайындалып келген болатын. Бірақ ол азаматтардың біразы білместіктен, біразы шын айтқанда сондай баптың бар екендігін түсінбестіктен осындай қылмысқа барғандығы, сөйтіп шалыс басқандығы, бірақ оған да қоғам кешіріммен қарау қажеті деген гуманизмдік сондай принцип қарастырылды. Үшінші үлкен мәселе бұл жерде лудоманияға байланысты. Өзіміз білеміз, көптеген азаматтар, оның ішінде мемлекет қызметкерлері, әскердегі өзінің борышын өтеп жүрген азаматтар лудоманияға беріліп, бұл да әлеуметтік кәдімгі кесел болған, әлеуметтік дерт болғандығы баршамызға шындық. Сондықтан да мынау ұлттық құрылтайдың аясында мемлекет басшысының берілген тапсырмалары, қабылданған заңдарының барлығы өте күрделі. Бір қарағанда шешімі табылмайтын, бірақ шын айтқанда қоғамдағы шын идеологиялық мәселелер сол мәселелердің шешімі деп айтамын. Мен осы жерде бір сөзді қосқым келеді. Жалпы әлеуметтік проблемалардың шешімі бар.
экономикалық проблемалардың да шешімі бар. Бірақ шешімі өте қиын мәселелер, бұл идеологиялық мәселелер. Және бұл тәрбие мәселелері, тәртіп мәселелері. Егер ол 30 жыл қоғамда үндемей, айтылмай, жабулы қазан күйінде келіп, қазіргі таңда жан-жақтан қайта-қайта тоқтаусыз осындай бір себеп салдарларын көріп жатсақ, ол ұзақ мерзімді қарамаған, ұзақ мерзімді көңіл бөлмеген мәселелерді біз ұлттық құрылтайда шындығына жеткізіп айтып, ортаға салып, бір емес бірнеше мәрте айтып, аға буынның өзінің пікірін ортаға салып, одан кейін мемлекеттік осы қызметкерлердің пікірімен санаса отырып, эксперттердің зерттеулерінен зерделей отырып, осындай мемлекет басшысының тапсырмалары болып жатыр. Менің ойымша, бұл қабылданған заңдардың ендігі нәтижелері бір алдағы 3-4 жылда көрінеді. Неге? Өйткені бұл ұзақ мерзімді мәселелер, және оның нәтижесі де ұзақ мерзімді. Жұлдыз Досбергенқызы, осы ретте айта кету керек, әйелдер құқығы мен бала қауіпсіздігіне қатысты заң. Бұл қоғам тарапынан көп күткен, көп талқыланған құжат, және ұлттық құрылтай тікелей ықпал еткенін айта кеткеніміз жөн. Заңның барынша тез қабылдауында басы-қасында өзіңіз болдыңыз. Осы сынды қоғамдағы маңызды тағы қандай мәселелер көтеріліп жатыр? Негізі 2024 жыл сөзсіз Қазақстан тарихында жалпы әйелдің құқығын қорғау және баланың қауіпсіздігіне арналған заңдар қабылданған тарихи жыл болады. Мемлекет басшысының саяси реформалары, сонымен қатар жүйелі, сүбелі осындай бастамалардың арқасында шын кезінде бұдан 5-6 жыл бұрын қабылдану мүмкін емес секілді осындай заңдарымыз қабылданды. Әрине ұлттық қор балаларға деген заң қабылданды. Бір шетінен бұл біздің еліміздің жер қойнауының байлығы, яғни конституциялық реформаға сай 6 бабының орындалуы. Кез келген жер қойнауының байлығы біздің енді балаларымызға тиесілі. Біздің балаларымыз қазір бесікте жатып, жайлап, олардың өздерінің есеп шоттары ашылып, соған жайлап тиындар ғана емес, кәдімгі инвестициялық түсім түсіп жатыр. Бұл қашан бұрын соңды болды, бұл да үлкен еңбек. Бірақ бір шетінен бұл тек қана балаларға инвестиция емес, бұл аналарымызға да инвестиция. Неге? Өйткені әрбір ана өзінің баласының жақсы оқығандығын, жақсы тұрғын үйға қол жеткізгендігін қалайды. Ал ұлттық қор балаларға деген заңның негізгі мақсаты да біздің ұлттық қорға түскен инвестициялық түсімдердің 50% балаларымыздың есеп шотына жиналып, оның біліміне, тұрғын үймен қамтамасыз етілуіне дейін жинақталады. Менің ойымша осындай көптеген заңдар қарастырылды. Енді алдағы қандай тағы да мәселе қарастырылады деген ойды айтып тұрсыз ғой. Ол жерде менің ойымша біз қазір еңбек адамы туралы мемлекеттік бағдарлама қабылдану қажет деп санаймыз. Биыл жұмысшы мамандықтарының жылы болып жарияланды. Біз көптен бері айтып келеміз, еңбек адамның мәртебесі туралы мемлекет басшысы да үнемі айтып келе жатыр. Біз елімізде болған жойқын сондай аварияларды көрдік. Мысалы, ТЭЦ-тегі жарылыстар, немесе су тасқыны басқан кезде қандай орын алды, немесе төтенше жағдайлар, немесе өрттен кейінгі жағдайлар. Енді біз еліміздің экономикасын одан әрі дамытуымыз қажет. Біз осы төтенше жағдай орын алды екен деп салымыз суға кетпей, жоқ, бұдан біз нақты мүмкіндік көріп, одан әрі дамуымыз қажет. Бірақ елімізді дамытатын кімдер? Ертең ТЭЦ-ті қайтадан жаңартатын кімдер? Бұл жұмысшы мамандары, бұл жұмысшылар, бұл еңбек адамдары. Біз сол еңбек адамның шын айтқанда еңбегін былай елемейтіндей жағдайға келіп қалдық та. Бәрі студия болсын, мектеп болсын, сол еңбек адамынсыз ақ та жұмыс жасайтын секілді, бірақ олай емес. Мысалы, білім саласында 241 мың қосалқы мамандар бар, техникалық қызметкерлер. Олар еден жуушылар, олар сантехник, плотник, олар аула тазалаушылар, электриктер. Егер олардың сол айтқан 5 санаттағы адамның біреуі келмей қалсыншы жұмысқа, мектептің 1 сағат қызмет етуін елестету мүмкін емес. Мына студияда қазір свет қоюшы немесе декоратор келмей қалсыншы, бұл студияның да жұмысын елестету мүмкін емес. Осының барлығы қарапайым еңбек адамдары. Сондықтан мемлекет басшысы соңғы 3 жыл еңбек адамын айтпаған кезі жоқ.
жолдауларында, үкіметтің кеңейтілген отырыстарында, барлық бағдарламалар айтқан сөздерінде еңбек адамы туралы міндетті айтады. Биылдың өзінде 72 миллиард теңге еңбек жұмысшы мамандарына арнап наурыз жұмыскер деген ипотекалық 5%, 7% ипотекалық бағдарлама қосылып отыр. Астана қаласында 36 миллионға дейін, басқа қалаларда 30 миллионға дейін кәдімгі жаңа тұрғын үймен осы жұмысшы мамандары ала алады. Яғни бұл да мемлекеттің кәдімгі жұмысшыларды қолдауға арналған нақты қадамдары. Бірақ дегенмен бұның бәрі жан-жақтан там-тұмдап айтылып жатыр. Мен өзім күтіп отырмын. Осы ұлттық құрылтайда еңбек адамы деген мемлекеттік бағдарлама қабылданатын болса, соған мемлекет басшысы тапсырма беретін болса, біз өз тарапымыздан қазірдің өзінде нақты қандай идея болады, оның заңнамалық тетіктері қандай болады, үкіметпен қай тараптан жұмыс жасаймыз, айлық мәселесі болсын, әлеуметтік кепілдемелер мәселесі болсын, сонымен қатар ең басты еңбек адамының жалпы өзіне деген сенімі, елге деген сенімі, және еңбек адамын басқа мамандықтардың құрметтеу мәселесінде менің ойымша бір жақсы сондай жоба болса екен деген өзімде тілек бар. Мен оны ұсынып айттым да. Бәрекелді. Енді ұлттық құрылтай мүшелеріне тоқталмас бұрын мемлекет басшысының осыған қатысты ойын тыңдап алайықшы. Жақсы. Құрылтайға қанша адам кірсе де, қоғамды толық қамти алмайды деген пікір айтылып жүр. Бірақ құрылтай мүшелерін көбейте берсек, одан пайда болмайды. Бұдан жұмыстың берекесі қашып, ұйымдастыруға ісі қиындап кетуі мүмкін. Құрылтай белгілі бір адамдар ғана бас қосатын жер емес. Ол шын мәнінде жалпы ұлттық жиынға айналу керек. Біз құрылтайды жалпы ұлттық жиынға айналдыра алдық па? Толық сеніммен айта аламын, айналдыра алдық. Өйткені бүгінгі таңда ұлттық құрылтайдың әлеуметтік желілерін қарайтын болсаңыз, немесе оның кәдімгі қосымшасы да бар. Сол қосымшасына келіп түсетін сұрақтар бар. Ұлттық құрылтайдың кәдімгі мүшелеріне қойылып жатқан сұрақтар бар. Және жалпы ұлттық сипат дегеніміз ол жерде көтерілетін мәселелердің өзектілігі, мәселелердің халықтың бел ортасынан сондағы өзекті мәселелер болғандығы, қазір ұлттық құрылтайда қабылданған заңдар, ұлттық құрылтайда айтылған баяндамалар, соның аясында қабылданған мемлекеттік шешімдердің барлығы халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға, сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, заң мен тәртіп қағидатын орнықтыруға арналып жатыр. Ол жерде мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсартуға да, ол жерде біздің аналарымыз, көп балалы аналар, асыраушысынан айырылған категориядағы аналардың да мәселесі көп айтылып шешілген мәселелер бар. Мысалы, тұрғын үй заңнамасын қарастырдық, сол жерде асыраушысынан айырылған аналардың категориясының мәселелері шешілді. Немесе төтенше жағдайда ата-аналарынан айырылған балаларды грантқа түсіру мәселесі шешілді. Немесе осы төтенше жағдайда ата-анасының біреуінен немесе екі ата-анасынан айырылған балаларға жалпы жоғары білімге тегін негізде конкурссыз іріктеусіз сондай құқық беріліп жатыр. Бұның барлығы мемлекеттің әлеуметтік мемлекет ретіндегі өзінің азаматтарына қамқорлығын көрсетеді. Ал алдағы Бурабайда өтетін ұлттық құрылтайға қатысты қоғам белсенділері, депутаттар мен құрылтай мүшелері кей маңызды тақырыптардың шетін шығарып жатыр. Әдеттегі дәстүрден жаңылмай, руханият, мәдениет, білім мен ғылым салалары қамтылады. Сіздің әріптесіңіз Ермұрат Бапи ағамыз мемлекет басшысы мен құрылтай мүшелерінің алдында әскердегі әлімжеттік мәселесі көтерілу қажет деп санайды. Әскер мен қоғамның арасында бір жарықшақ пайда болды. Әскердегі әлде бір жағдайлар, суицид бола ма, басқа да бола ма, оның бар қоғамда бір. Соның салдарынан бізге әскерге деген жаңағы көзқарас өзгеріп, қашу, бармау, ата-аналар соған жібермеудің әрекетін жасау. Бұл айналып келгенде біздің мемлекеттік қауіпсіздігімізге залалын тигізетін сондай бір жағдай деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз, тағы қандай мәселелер көтерілуі мүмкін? Менің ойымша, әлеуметтік желілерден балаларымызды қалай сақтаймыз деген мәселе айтылса деп ойлаймын. Өйткені өзіңіз білесіз,
бесіктен белі шықпаған балаларымыздың бәрінде бір смартфон, бірақ сол смартфондағы контент қандай, оның моральдық тұсы қандай деген кезде ешкім жауап бере алмаймыз. Өйткені бала нені көріп отыр, кәдімгі ақпараттың тасқынындағы замандағы баланың тұтынған контентін ешкім біле алмаймыз. Және ол контенттің келтіріп жатқан залалы, психоэмоционалды залалы өте орасан зор. Соған байланысты мынау әлеуметтік желілерді балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты шектеу мәселесі айтылса өте орынды болады деп санаймын. Өйткені соған кәдімгідей уақыт келді. Біз бұған дейін реттеу тетіктерін қарастырдық, Ания ханым. Бірақ дегенмен шектемейінше болмайын деп тұр. Мысалы, қазір бас прокуратурада құзыреттілік бар. Олар біздегі заңсыз контенттің бәрін тексеріп, соның негізінде оның барлығын жоюға түгел құзыреттіліктер бердік. Баланың қауіпсіздігіне кері әсерін тигізетін кәдімгі заңсыз контенттер дегеніміз не, соның бәрін ашып қарадық. Бірақ дегенмен ақпараттың легі толқыны өте басым. Біздің мемлекеттік органдардағы реттеу тетіктерінде де оған былай шын айтқанда күш жетпей қалады. Өйткені анау жан жақтан былай келген кезде бір топан су секілді да, сол секілді. Сондықтан менің ойымша баланың жас ерекшеліктеріне байланысты тәрбие мақсатында жалпы мынау 14 жас өтпелі кезеңге дейінгі баланың контентін шектеу. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, біз әлеуметтік мемлекетпіз, бірақ әлеуметтік мемлекеттен бөлек біз тек қана әлеуметтік төлемдер емес, жалпы әлеуметтік қызмет деген мәселені қайтадан қарауымыз қажет деп санаймын. Мысалы, бізде мектепте мұғалімдер және әлеуметтік педагог деген мамандар бар. Бірақ бүгінгі таңда әлеуметтік педагог тек қана мүмкіндігі шектеулі балалардың киімін шешіндіру немесе тамағын беру секілді қосалқы жұмыстармен айналысады. Сол әлеуметтік педагогтарды, әлеуметтік жалпы қызмет деген мамандық бар, сол қызмет мамандығын кеңірек қарауымыз қажет. Әлеуметтік әл-ауқат, әлеуметтік қызметтің сапасы арқылы жүзеге асырылуы қажет. Бұл тек қана жаңағы ақшалай төлемдерден бөлек оның жұмыс мазмұнына өзгешеліктер енгізуіміз қажет. Осы әлеуметтік қызмет жұмыс сапасы туралы, оның мазмұны туралы, оның жан-жақты ашылып қарастырылуына бір мән берілуі қажет деп ойлаймын. Енді зиянды контентті шектеу мәселесі бойынша кәмелет жасқа толмаған 2 баланың анасы ретінде мен толықтай қолдар едім, егер де бұндай ұсыныс айтылып жатса. Енді ұлттық құрылтайда ұлт тағдырына, болашағына тікелей әсер ететін мәселелер қаузалуы тиіс делінеді. Ол үшін халықтың пікіріне құлақ асып, олардың ұсыныс тілектерін қалай қарастырып жатыр? Жалпы кері байланыс тетігі бар ма? Негізі қосымшасы бар. Ұлттық құрылтай кәдімгі барлық өздері App Store-дан өздері жүктеп алып, сол арқылы өздері нақты сұрақтарын жолдай алады. Бұл бірінші. Екінші, бізде әрбір облыстың қоғамдық кеңесінің төрағалары осы ұлттық құрылтайдың мүшелері болып саналады. Ұлттық құрылтайдың мүшелері ретінде сонымен қатар мәжіліс депутаттары, маслихат депутаттары, қоғам қайраткерлері, олардың әрқайсысының әлеуметтік желіде белсенді парақшалары бар. Сондықтан да осы азаматтарымызға, біздің өзімізге де көп сұрақтар келіп жатады осы әлеуметтік сала бойынша. Жалпы идеологиялық, жаңа сіз айтқан руханият саласы бойынша, мәдениет саласы бойынша. Содан бөлек біз бұны енді тек қана жылына бір рет қана кездесіп сол жерге ғана талқылау емес, жаңа өзім айттым, әрбір 90, яғни 3 ай сайын біздің басымыз қосылып 4 секцияда жұмыс жасаймыз. Ол білім, ғылым, ол экономикалық саясат, өңірлердің дамуы, ол руханият, сонымен қатар ол жалпы азаматтық қоғам деп аталатын 4 секция. Осы жердегі барлық қордаланған, келіп түскен, халықтың бел ортасынан келіп түскен сұрақтарды осы 4 секцияда біз талқылаймыз. 4 секцияға мемлекеттік жаңағы президент әкімшілігі, президент әкімшілігіндегі аппарат басшылары, сонымен қатар президенттің көмекшілері, кеңесшілері және премьер-министрдің орынбасарлары деңгейіндегі жоғары санаттағы біздің қызметкерлер келіп, мемлекеттік қызметшілер, министрлер келіп, олар біздің қойған сұрақтарға, яғни ұлттық құрылтайдың сұрақтарына толыққанды өздерінің жауаптарын береді және бізде хатшылығы жұмыс жасайды. Сол хатшылығының аясында кәдімгі 3 ай сайын барлық қандай мәселе қарастырылып, оның заңнамалық тетіктеріндегі шешімдер қалай болады, немесе үкіметтің қаулылар тетіктеріндегі шешімдер қалай болады, осының барлығы толық зерделеніп жүзеге асырылып жатыр. Жұлдыз Досбергенқызы, бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Мемлекет басшысы құрылтайда кітап оқу мәдениетін
қалыптастыру мәселесін көтерген еді. Ұлттық кітап күнін атап өту жөнінде ұсынысты айтқан еді. Қалай ойлайсыз? Айтылса да, бұл бірақ насихаттау жағынан баяу сияқты қазір. Негізі жалпы кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, сонымен қатар жалпы біз оқитын ұлт ретінде өзіміздің нақты стратегиялық басым бағыттарымызды айқындау, бұл ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы айтып жатыр. Бұл мәселеде бірнеше сұрақтар бар. Бірінші сұрақтары әрине бұл жердегі мектептегі кітапханашылардың айлық жалақысы және мәдениет саласында кітапханашылардың айлық жалақысында айырмашылық болып тұр. Біз бұны бірнеше мәрте көтердік, бірақ бұл бюджеттің сұрағы болғандықтан қазір үкіметте талқыланып жатыр. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, біз депутаттық корпус атынан да кітап оқитын күнді тағайындауға байланысты ұсыныстар айтылды, және ол ұсыныстар үкімет тарапынан да қабылданды. Бірақ үшінші мәселе, жалпы кітапты оқу ол тек қана мектеп немесе білім ошақтарымен қатар өзінің отбасында да мәдениет болу керек. Біз осыған келуіміз қажет деп санаймыз. Өйткені әлемдегі мысалы қазір біз осы мынау күнделікті айтылып жатқан өзінде бір жақсы нәтиже бар. Мысалы біз былтыр бір жылда біздің Қазақстан халқы 65 сағатқа дейін кітап оқыған. Бұған дейінгі көрсеткіштер өте төмен болды. Тіпті біз 2022 жылы 4-ші сыныптағы балалардың кітап оқу сауаттылығы туралы айтқан кезде біз көп елдерден 31 позицияға өзіміз көрсеткішіміз төмендеген болатын. Бірақ соңғы 2 жылда қайта-қайта айтып жатырмыз, қайта-қайта оны енгізіп жатырмыз, тұтас тәрбиеге де енгіздік. Сонымен қатар кітап оқитын ұлт деген бағдарламаның аясында оны қайта-қайта айтқаннан кейін сәл ілгерілеу бар. Бірақ бұл жердегі мәселе неде? Менің ойымша бұл жерде де біз кітап туралы немесе кітап оқу сауаттылығы туралы кешенді мәселелерді қарастыруымыз қажет. Бүгінде кітапханашы деген мамандық ол IT саласының мамандығымен тең негізде қарастырылады екен. Бірақ менің ойымша IT маманы мен кітапханашының мамандығының әртүрлі. Мазмұны да әртүрлі, жасайтын маман ретінде қызметі де әртүрлі. Оны жоғары білім және ғылым министрлігі, еңбек министрлігімен бірлесе отырып қайта қарау керек. Сонымен қатар педагог кітапханашы деген нақты санат беру керек. Біздің кітапханашылар қазіргі таңда тек қана кітап оқулықты тарататын, немесе оқулықты жинап алатын, сондай техникалық персонал емес, ол кәдімгі педагог ретінде, кітапханашы ретінде балаға кітап оқу сауаттылығын, оқыған кітабын толыққанды түсінуі, зерделеуі, содан өзінің ой түйген ойын жақсы сауатты айта білуі, сауатты жаза білуі, бұл ғой негізгі мақсат. Соның аясында мынау рухани темірқазық құндылықтарымызды сіңіру. Міне сол тұрғыдан біз кітапханашыға педагог санатын беруіміз керек. Ал педагог дегеніміз ол кәдімгі педагогика мамандығына оларды бейімдеу. Менің ойымша бұл енді тек қана әлемдік, бұл тек қана Қазақстандағы проблема емес, кезінде Финляндияда осындай проблема болды. Олар осы педагог, кітапханашы деген санатты енгізді, оның білім беру бағдарламаларында мазмұнды енгізді, кітапханашылардың әлеуметтік статусын көтерді. Міне содан кейін қазіргі таңда Финляндия әлемдік мемлекеттердің қатарында жалпы бір айда бір фин азаматы 39 кітапқа дейін оқитын орта көрсеткіші бар. Яғни олар оқу сауаттылығынан қазіргі таңда оқ бойы озып тұр. Менің ойымша осы тәжірибелерді біз енгізсек, бұл мәселенің шешімі болады. Бәрекелді, Жұлдыз Досбергенқызы. Маңызды іс-шараның алдында студиямызға келіп, салмақты пікіріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет айтамын. Алдағы көктем мерекесі құтты болсын деймін. Сізге де көп рахмет.